Серборын бүгінгі кеше той құтты болғай. Серіктің сөзіне жазылған ән бар еді. Соны қабыл алыңыздар. Мансап үшін жүректі шерге малып, бұйрық бергім келеді төрде қалып. Алдыма кеп ешкімде қол қусырмас, бір күні шатқандай жерге барып. Тіршілікте түскенше ерден алып, мәз боламыз медаль мен орден алып. Атақ байлық ешкімді құтқармайдай, жұмыр басын кіргенде көрге барып. Құлқынға құл боп кетсең елден алып, түбі бір ардың соты тергер анық. Жаратқан осы жарық дүниені адамға сынақ үшін берген анық. Көбейді ел байлығын ұрлайтындар, халықтың мұңын жүре тыңдайтындар. Өтірік уәделерін үйіп төгіп, көпке берген сөзінде тұрмайтындар. Алла үшін қайыр зекет бермей тұғын, өзінен басқа ешкімге сенбей тұғын. Халықтың көз жасынан қорқпайтындар, білсе ғой сол халықтың жерлейтінін. Өзгеден бақ дәулетің асқанында, бөліп бір ырыздығың басқанында. Жаратқанның алдында құлы бірдей, қара құл мен тақтағы патшанында. Құлазбас бес парызын түгендеген, алдымен өз нәпсісін жүгендеген. Имансыз ешбір пенде бақыт таппас, құнарсыз топырақтай түгенбеген. Алла жақ хақ ісіне иланғанда, қолына қолын созар қиналғанда. Қос періште сұраққа алған кезде, құтқаратын жалғыз-ақ иман ғана. Алла жақ хақ ісіне иланғанда, қолына қолын созар қиналғанда. Қос періште сұраққа алған кезде, құтқаратын жалғыз-ақ иман ғана.